Қасқыр неге ұлиды? Ертеде халық деген бір кедей өмір сүріпті. Мал дегенде оншақты ешкісі, жалғыз аты және алтын қауырсынды қоразы болыпты. Ол кезде қораз айғай салып, ешкі де бақырмайтын заман екен. Күндердің бір күнінде ақсиған тісі бар, адам қорқар түсі бар бір аң келіп, кедейдің 2 ешкісін алып кетеді. Өзі барып тұрған қас күнем екен, қырды да кетті деп халық күйініп кемпір мен баласына айтады. Ол өзі бізге қас ешкілерді қырды, демек ол қасқыр ғой деп қалады сонда баласы. Содан бастап қасқыр деп атап кеткен екен. Қасқырлар кедейдің малын қыруды қоймайды. Кеш қарайғанда тіпті қамаулы тұрған ешкіні қораға түсіп алып кететін болады. Ондайда ешкінің бар бітіретіні сақалы шоқшаңдап бақырады екен. Қораз болса алтын қанатын қағып жіберіп, «Кукарику» деп айқайға басады. Онысы қасқырлар келді, қуа көр деп халық атайға хабар берген екен. Сол түн, сол күннен бастап қораз шақыратын болыпты, ешкі бақыратын болыпты. Халық атай күнде қайтқанда өрістен қасқырлар жемей тастап кеткен ешкінің құйрықтарын бір етек қылып жинап алып келіп жүреді. Бір күні кедейдігіне сақалы беліне түскен бір ақсақал келеді. Ол жауыздықпен күресу менің парызым еді. Мә, мына кітапты ал, оқы, оқығанды көңіліңе тоқи біл. Ерінбесең дұшпаныңнан құтыласың деп кедейдің баласына бір кітапты береді. Сол күннен бастап бала кітаптан көз алмайды. Оның бар ойы жауыз қасқырларды өлтіретін дәрі жасап шығару болады. Ақыры бірнеше шөп тамырларын қайнатып дәрі жасайды. Оны апарып құйыршық жемтікке сеуіп қояды. Ешкілерді үйге қамап қояды. Қасқырлар бірінші күні келіп, үйді ториды, ешкілер көрінбейді. Екінші күн келеді, ешкілер шықпайды. Үшінші күні қасқырлар ырылдап келіп, үйдің іргесін қаза бастайды. Бірақ үйге кіруге батпайды. Ешкіден күдер соң жауыздар жемтікке жиналады. Қомағайлау біреуі келіп, арс етіп жемтікке бас салады. Сол кезде ол «у» деп мұрнынан шаншыла құлап түседі. Қалғандары басы ауған жаққа қарай қаша жөнеледі. Содан бері қасқырлар «у» деп ұлитынды шығарып